Қайырлы таң, құрметті көрермен. Гүлі Оян Алматы бағдарламасы 80 жылдан астам тарихы бар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне арнайы қонаққа келді. Біз бүгін кәсіби журналистерді дайындайтын мекеннің тыныс тіршілігімен толықтай таныс боламыз. Біздің бүгінгі шығарылым журналист болуды арман етіп, алдына мақсат қойған жас талапкерге арналады. Журналист деген қаранар, бірақ жарымайтын гонорар. Мұны бір білсе, енді бірі бейхабар. Әуелі кіріспесін айтайық. Журналистика факультетіне түсушілер мемлекеттік тестілеуден бөлек екі шығармашылық имтихан тапсырады. Алғашқысы жазбаша, екіншісі ауызша. Арнайы комиссия жазбаша имтиханда шығарма жазғызып, баланың қарымын байқаса, ауызша сөйлесу арқылы оның дарынын таниды. Сонымен болашақ журналистерден не сұралады? Жалпы өзі жаза білу керек, өйткені жан-жаққа хат жазу керек, пресс-релиз, ақпар хат тарату керек, адаммен сөйлесе білу керек, адамдармен тіл табысу керек, ұйымдастыру керек, жұмылдыру керек, ұйыстыру керек. Осыған баланың қандай қабілеті бар дегенге жауап іздейтін бір жақсы ереже жасап жатырмыз. Демек, журналистика факультетіне келемін дейтін талапкерлердің бәрінің бойында әу баста дарын қабілет, ізгі арман болу керек. Мектеп шаңырағынан түлеп ұшып, университет табалдырығын жаңа аттаған талапкер қалай журналистке айналады? Соны сөз етелік. Қазақ журналистикасының қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Бұл күнгі бұқаралық ақпарат құралдарының марғасқалары, сізге таныс көсемсөз шеберлері, осы шаңырақтың түлектері. Марат Барманқұлов атындағы Қазу телерадио кешенінде болашақ журналистер тележурналистика әліппесімен танысып, экран мәнерімен әдебін үйренеді. Бұл телестудияда студенттер теориямен қатар практика жүзінде қалай камерамен жұмыс істеу, қалай өздерінің бағдарламаларын жүзеге асыру, қалай монтаждап үйрену, соның бәрін қолмен ұстап, көзбен көріп, өздерінің біліктіліктерін арттырып, қалай университетімізді бітіп диплом алғаннан кейін телевидение саласына барғанда, немесе газет болсын бәріне барғанда дайын маман болып барады. Сондай-ақ бұл жерде студенттерге шектеу жоқ. Олар өз идеяларын жүзеге асырып, бұл жерде авторлық бағдарламаларын шығарады. Мысалы айта кетсек, бұл жерде клип бәйге, шоу, ньюс, тағы да айтыс алаңы секілді көптеген авторлық бағдарламаларды студенттер өздері дайындап, эфирге дайындап, интернет желісіне, біраз телевидениеден да осы бағдарламаларды қызығушылық білдіріп жатқандар бар. Студенттер еңбегі мұрағатта сақталмай, көпке ұсынылады. Қазу қалашығындағы оқу корпустары мен студенттік жатақханаларда белгіленген кесте бойынша күнделікті көрсетіліп тұрады. Онан бөлек Әл-Фараби арнасының ғаламтордағы мекеніне жүктеліп, студенттердің ата-аналары, туыстары онлайн түрде көруге мүмкіндік алады. Ұстаздарымыздан алып жатқан білімімізді тәжірибемен ұштастырып жатырмыз. Осы Әл-Фараби каналына келіп, жаңағы Барманқұлов атындағы телерадио кешеніне келіп, өзіміз жаңағы журналист қалай өзін ұстау керек, монтаж қалай жасау керек, камераның алдында қалай тұру керек, жаңа суфлермен жұмыс, монтажбен жұмыс жасаудың барлығында үйреніп жатырмыз. Студенттер университет қабырғасында жазу өнерімен машықтанып, экран алдында өзін қалай ұстауға бейімделетін болса, сонымен қатар радио журналист ретінде өздерінің шеберліктерін арттыруға мүмкіндіктері бар. Бастаймыз. Мұнда тек теория емес, үйренемін, болашақта мықты маман боламын деген студентке факультет ұжымы дұрыс бағдар көрсетеді. Оны іліп алып, әрмен қарай жалғау талапкер қолында. Бүгінде біздің Әл-Фараби радиосы үлкен ауқымды жобалар жасап келеді. Соның бірі студенттермен бірге біз күнделікті үзіліс сайын тікелей эфирге шығамыз, әр 10 минут сайын. Одан бөлек біз осы күнде Қазақ радиосына Мәңгі махаббат қалашығы атты үлкен радио хабар жасаймыз. Содан соң Шалқар радиосына ұшқын бағдарламасымен шығып отыр студенттер. Бағдарламалардың барлығы студенттермен бірлесе отырып, ұстаздармен ақылдаса отырып, осы студияда дайындалады. Негізгі бағдарламалар соңғы технологиялармен, микрофондармен жазылып, сапалы дүние шығу үстінде. Журналистің арқалағаны алтын, жегені жантақ. Көлденең көк атты сауық құрар ойран емес, сөз айқасқан бір майдан, үлкендерден қалған тағылым. Осы майданның ыстығына күймей, суығына тоңбай, талмай, тынбай еңбек еткен жан есімі ғана журналистика тарихында алтын әріптермен қалмақ.